Менің есімім Бауыржан, фамилиям Алтеев. Осы білемін. Шымкент қаласында аумақ кәсіпкерлік төрағасымыз. Иә. Бір жерден бастауыш кәсіпкерлік ұйымынан бастап, салалықта істедік. Сонда міне бүгін таңда осы аумақ кәсіпкерлік бірлестік басқарып отырмыз. Бізде енді салалықтар бар, жергілікті бар, филиалдар бар. Солардың басын құрып, ең басты міндетіміз біздің еңбек адам, еңбек құқығын қорғау. Бәке, енді жаңа көрдіңіз, анау республикалық төрағаға да қойып жатырмыз осылар. Бізде Шымкентте еңбек құқығы шектеліп жатқан азаматтар өте көп та. Жұмысқа, оны түсінемін, біз еңбек инспекциясымен ғана жұмыс істей береміз де үнемі. Жоқ, мен қазір түсіндіріп айтайын. Бізде былай. Кәсіподақ деген бұл бүгінгі таңда тәуелсіз егеменді қоғамдық бірлестік. Оны құру әркімнің өз еркінде. Ол рас. Бастауыш кәсіподақ ұйымын құрған мекемелер біздің құрамымызға салалық арқылы кіреді. Яғни біз кәсіподақ болғанмен біз бүгінгі таңда кәсіподақ мүшелерін қорғауымыз керек. Біз ал енді жалпы бүкіл қаладағы еңбек қатынастарына байланысты бұл еңбек инспекциясы бар. Біз мысалы бізге кәсіподаққа мүше болып кірмеген мекемелерде біз жұмыс жасауға біздің енді білесіз ғой, түсінесіз ғой. Яғни кәсіподақ мүшесі болмасаң зардабын шеге бер деген Жоқ, сөз. зардабын шеге емес, ол теріс Орнайды оларды. Оны қателесесіз бұл жерде. Бұнда былай бар. Бізде республикада бүгінгі таңда 3 жақты комиссия құрылған. Үкімет, жұмыс берушілер, біздің жұмыстың құқығын қорғаушы кәсіподақ. Сол өңірде де соның комиссиясы құрылған. 3 жақты комиссия бар бүгінгі таңда. Оның сол 3 жақты комиссияның құзырында біз бірігіп үшеуміз қаладағы барлық еңбек қатынастарына байланысты мәселелерді түгелдей қараймыз. Ол кәсіподақ бар ма жоқ, бірақ кәсіподақ өзінің жұмысына байланысты кәсіподақ мүшелерін қорғайды. Ал жаңа 3 жақ комиссияның құрамында как бір жақ бол әлеуметтік әріптестік ретінде жалпы қаладағы осы мәселе түгелдей 3 жақ комиссияға жаңағы еңбек жалақысы бойынша, еңбек жазатайым алған мекемелердің адамдары бойынша, олардың жаңағы ұжымдық шарттағы көрсетілген жаңағы баптардың орындалмауын біз қадағалап, олар шақырып әр жиналыста, әр мекеменің басшысынан есебді аламыз. Егер сіз бір келіп мен отырып сұхбат алатын болсаңыз, мен сізге келсеңіз, мен сізге барлық Сізді онда бізге шақырайық та, студияға келсеңіз, 1 сағат, 2 сағат бойы отырып. Еш әңгіме жоқ. Мен ол ашық әңгімені өте жақсы көремін. Сонда біз сізге айталық, мысалы біз тек қана еңбек инспекциясы біз бірігіп, бір жылдың ішінде 400-500 миллионға Сізді еңбек инспекторы Бауыржанмен бірге шақырсам болады ма? бірге болады. Әдемі дебет болады, керемет болады, өйткені біздің жұмысымыз бірге. Бір-бірімізге. Мысалы қараңыз, қалада былтырғы жылы, алдыңғы жылдары еңбек жазатайым орын алған мекемелер, біз ықтимал мекемелерді алып, солар бойынша біз алдын алу жұмыстарын жүргіземіз. Жол картасын жасаймыз. Бауыржан Қалжанов азамат жігіт өте бірге барып сол жерде отырып біз семинар өткіземіз. Ашық мұны жаман деп отырмын. Азамат өте керемет. Сол кісімен бірге барып жаңағы жазатайым алған мекемелерде несие алдын алдық. Ол бойынша қандай жұмыстар атқарылды, соның бәрін шақырып, зерделеп, техник инспектормен сөйлесіп, олардың жол картасын жасаймыз. Болашақта оны жібермеуге. Ол мысалға көптің көзіне көрінбейді, бірақ ол күнделікті істеліп жатқан жұмыста. Соны одан бөлек, мысалға қай мекемелер айлығын төлемейді. Бүгін таңда кәсіподақ бар мекемелерде жалақы қарызы жоқ. Құдайға тауба. Бірақ қалада жалақы қарызы бар мекемелер бар. Олармен біз жұмыс жасаймыз, жаңа әлеуметтік әріптестік ретінде. Одан кейін еңбек құқығы бұзылған адамдар бізге келсе, мысалы кәсіподақ бар ма жоқ па келеді ғой, біз оның арызын аламыз. Қорғайсыздар ма? Аламыз, сөйтеміз де бізде бүгін таңда татулас орталығы бар, білесіз ғой, сол арызды бірге тексеріп, инспекцияда мораторий болған кезде олар тексерілмейтін кезде арыз бірге жүреді, біз медиациямен бірге отырып, соның бәрін зерделеп, басым көпшілік бітімгершілікпен, басым көпшілік заң аясында біз соның барлық цифрын бере аламыз да, бүгін конференция болып жатыр, кішкене уақыттан соң бір сізбен отырып келіңіздер. Бауыржан аға, ондай болса жаңағы анау төрағаға да қойған сұрақ бар ғой. Еңбек инспекциясының атқарушы биліктен шығуына қалай қарайсыз? Мен тек қолдаймын. Бұл біздің басқа мәселе. Өйткені еңбек инспекциясы, мемлекеттік мекеме, ол заңды қорғап, оның құқығы көп болмаса, баяғыда қандай еді еңбек инспекторлары заводтарды тоқтатқызып қоятын? Мысалы шетелде практикада, мысалға еңбек инспекторынан алпауыт мекемелер қорқады. Бұрында сондай еді ғой бізде. Бізде сондай еді. Қазір жаңа біздің федерацияның төрағасы Сатыбалды делегациясы Дәулет айтты. Біздің уже бірнеше жылдан бері осы бағытта істеп жатқан жұмыстың нәтижесі болады деп сенемін. Өйткені бұл министрдің аузынан шықты. Өткенде 3 жақты комиссияның жұмысы шықты. Бұл өткенде есіңізде болса, құрылтайда біздің мемлекет басшысы осыны айтты. Еңбек инспекциясының жұмысын жандандырып, біз қолдаймыз. Президентім қолдап тұрған кезде біз неге қолдамаймыз? Біз тек соны рахмет бәке, онда жақсы керемет сұхбатқа дайындала беріңіз. Дайынмын, біз ашық ақпаратқа дайынмын, білесіз. Рахмет, сау саламат болыңыздар. Сізге де үлкен рахмет. Рахмет.